Қазір ғана шотыма 6 USDT түсті, және де бұл интернеттен тапқан табысым. Сіз де интернет арқылы осылай таба аласыз. Егер де сізде ақша тапқыңыз келсе, осы бейнероликті соңына дейін көріңіз. Сіздерді интернет ақша табу үшін барынша ақпаратпен бөлісудемін, және де өзім YouTube арнама салудамын. Сіздер осы видеороликтерді көріп, интернеттен ақша тапсаңыз болады. Және сіздердің араларыңызда конкурс 500 теңгеге, яғни бір комментарий 5 теңге алатын болады, сондықтан бейненің астына комментарий қалдырып кетіңіз. Қазіргі өзім портфелімде 2 проект бар, долгосрок жұмыс істеп жатқан. Ол біріншісі Шоу Банк, екіншісі АК инвестиционный проектілер, және де портфельге тағы да 3-ші проект қосылды. Бұл RCI USACA істейтін табысты проект. АК сияқты болашағы бар проект, 90 күнге арналған тарифный пландар бар бұл жерде. Бұл жақта толық ақпарат осы жерден оқи аласыздар телеграмдағы постта. Және де достар, мен чатты аштым телеграм группасы, сондықтан егер де өздеріңіздің тауып жүрген проектілеріңіз болса, немесе басқа да сұрақтарыңыз болса, осы чатқа кіріп сұрасаңыз болады. Описаниядағы сілтеме арқылы өтіп, бірінші бізге регистрация өту керек. Өзіңіздің логин жазасыз, пароль, email, почта, invite код, оны описание қалдырып кетемін, менікін енгізіңіз. Одан кейін нақты валетке Binance-тағы или Bybit-та өзіңіздің USDT 320 кошелегіңізді енгізесіз. Өйткені сіздер ақша шешкен кезде сол кошелекқа бұл түсіп отыратын болады. Сондықтан бұл жақта мұқият өзіңіздің кошелегіңізді енгізесіз. Sign up деген басасыздар. Деген кезде бұл жақта жоғары жақта 3 сызық тұр, яғни мынандай. И бұны біз басамыз, және де 3 вкладка тұр. Дом, аккаунт и выход. Аккаунтқа кіреміз. И мына жерде басым әзірде бізде көрсетіліп тұр. Қанша сумма табыс тапқанымыз, қазір сілтемеде 0 болып тұр. Яғни claim money деген аяқта батырма тұр. Осы claim moneyді басып, сіздер 24 сағат сайын осы кнопканы басып отыру керексіздер. Мына астында көрсетілген обратный счетчик менде жүріп жатыр. Бұл счетчик біткеннен кейін мен қайтадан claimді басамын. И мен өзімнің табысымды алып отырамын. Егер де сіз бұл батырманы баспасаңыз, онда бір күндік табысыңыз саналмайды. Сондықтан сіздің келесі табысыңыз жүру үшін активно онда осы claim moneyді сіз 24 сағатта бір рет басып отыру керексіздер. Сондықтан осыны күнде кіріп басу керек. Одан кейін аяқта төмен жаққа кірсек, история көрсетілген, яғни мен бірінші күндік табысым 1.25 USD түскен, екінші күнде енді күнделікті $1.25 USD түсіп отырады. Мен бүгін ғана бағана көргендей $6 шештім, бірақ аяқта $7.5 деп тұр. Себебі бұл жақта комиссия бар, $1.5 ұстайды. Мына жақта көрсетіліп тұр. И минимальный вывод бұл жақта 5 USDT. Негізі сіздер мысалы любой сумма шығарған кезде $1.5 түседі. Бұл жақта процент емес, просто комиссияның нақты суммасы бар. $1.5. Мысалы сіз $10 шығарсаңыз $1.5 ұстайды, $50-100 шығарсаңыз $1.5 ұстайды. Сондықтан ақшаны жинап шығарған сізге кішкене тиімдірақ болады. Мысалы сіз ақша шешкен кезде бұл жақта менде мысалы 7.5 USDT болған кезде мен 6 деп жазам. Сіз бұл жақта комиссияның санын жазбайсыз. Өйткені комиссия ол основной суммадан өзі стап қалады. Мысалы менде 7.5 болса 7.5 деп жазбаймын, а именно 6 деп жазам. Өйткені сразу минус етіп тастаймын. И сол кезде сізде сәтті шығарылатын болады. Төмен жаққа түссек, өзіміздің логиніміз көрсетілген, wallet, яғни бағана өзіміз регистрация еткен кезде сақталып қалған, invite код, өзіміздің жеке пригласительный кодымыз. Егер де басқа адамдар шақыратын болсаңыз, партнерская программа ретінде, онда осы invite кодыңызды қолданатын боласыздар. Төмен жақта пополнение. Бұл жақта минимальный пополнение 20 USDT-дан басталады. Мына адрес кошелекті сіздер скопировать етіп аласыздар да, и Binance или Bybit-ке кіресіздерде. Бұл адрес кошелекқа сіздер Binance-тан или Bybit-тан кез келген биржадан вывод жасайсыздар, яғни ақша жіберетін боласыздар. Жіберген кезде сіздер осы историясына кіресіздер, и мына жақта транзакция тұрады. Осы транзакцияны скопировать етіп аласыздар. Мысалы, бұл Binance-тағы, яғни TXD деп осы жазылып тұрады. Ал егер де мысалы сіздерді Bybit-қа кірсең, хэш транзакция деп жазылып тұрады. Мына осы нені адресті скопировать етіп аласыздар да, мен скопировать етіп алдым. И қайтадан сайтқа өтемізде, мына поляға қоямыз да, и confirm дегенді басасыздар. Сіздер ақша жіберіп болғаннан кейін басасыздар, и все. Құйған ақшаңыз бірден түсетін болады. Мысалы 20 USDT қойсаңыз 20 түседі, 50 USDT қойсаңыз 50 USDT түседі. Одан кейін қайтадан артқа өтейік. И мына асты жақта бізде партнерский программада қанша командамызда қанша адам бар екен көрсетіліп тұрады, яғни моя команда. Кіресіздер, и список сізде көрсетіліп тұрады. Енді сіздер пополнение жасап болғаннан кейін, әлі сіздер пакетті сатып алған жоқсыздар. Пакетті сатып алған үшін аккаунт home дегенге басасыздар, дом, и на төмен жаққа түсесіздер.
именно мына жақта басталады 20 USDT-ден басталады пакет, яғни бұл жақта плюс реферальный программа бонус қанша процент екені төмен жақта жасалып тұрады, күнделікті қанша табыс түсетіні сізге айтылып тұр. Мысалы сіз 50 USDT құйдыңыз ба, енді мысалы мына VIP-бірдің мына өрді аламын десеңіз, онда бай дегенді басасыздар и окей деген басасыздар. Сіздер сатып аласыздар. Менде қазір сумма болмағаннан кейін менде қазір ошибка шығып тұр. Сатып аласыздар и все болды. 24 сағат сайын баны клейм деген батырманы басып отыру керексіздер ручной түрде, былай счетчик тоқтап қалатын болады. Бұл тарифный пландар 90 күнге арналған, яғни 90 күн бұл жақта окупаймыз кішкене ұзақтау болады, бірақ та бұл проект ұзаққа істейді деген әңгіме бар, сондықтан тоже сенімділік бар бұл жерде. Сосын достар, сіздерге страховка ретінде қоятын болам, яғни мысалы 20 USDT сіздер құйсаңыздар, 10 USDT страховкада тұрады. Егер де мысалы 20 USDT-ден айырылып қалатын болсаңыз, онда 10 USDT өзімнің жеке қалтамнан шығаратын боламын. Барлығына страховка 50% ойнайды. Өздерінің телеграм группа, телеграм чаттары бар, плюс Қазақстан парт деген жақындағын ашыпты, бірақ қазір бұның ішінде ешкім жоқ, өйткені қазақтардың бірінші болып бұл проект жайлы айтып отқан мен ғана, сондықтан менен келген адамдар ол жаққа кіре алады, және де мына жақта сообщениялар көре алады, яғни расымен де түсіп жатыр ма жоқ па деп сілтемесін тоже описание қалдырып кетемін. Осы группаға кіріп өздеріңіз тоже қарасаңыздар болады, бақыласаңыздар болады.